Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.уласқан атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз маңызды сабақтарға да жетіп қалдық. Бүгін мен сіздерге стратегия туралы айтатын боламын, және де мен оны практика жүзінде жасап көрсететін боламын сіздерге. Жалпы стратегияда біз негізінде инструменттер қолданамыз. Мынау хеджирование, усреднение, догон, жалпы одан бөлекте өзіміздің секрет жалпы фишкамыз бар, иә. Жалпы бұл инструменттердің біз біреуін ғана қолданбаймыз, осы үш инструменттің үшеуінде қолданамыз. Хеджирование деген жалпы қысқаша түсіндіріп кетейін, ол екі жақты да ашу, яғни лонгқа да шортқа да аша береміз деген сияқты. Сол инструмент. Усреднение деген бар, ол усреднение негізі жақындату, яғни жақындату болып есептеледі. Бұның атқаратын қызметі. Догон деген ол как алдын ала тапсырма беру, ордерлер қойып тастау деген сияқты жалпы жұмыстарды атқарады. Бірақ бұл жай ғана инструменттер. Осы инструментті біз қосымша өзіміздің схема есептерімізбен байланыстырғанбыз. Осы инструменттерді 4 аккаунтта позиция ашу арқылы байланыстырып, біз үлкен бір стратегия шығардық десек болады. Жалпы одан бөлек алгоритм және де тактиканы қолданамыз. Алгоритм жалпы биткоиннің алгоритмі. Біз стратегиямыз тек қана биткоинға жарайтын болғандықтан, біз биткоиннің жүрісін, жалпы алгоритмін біз біліп, соған сай стратегияны былайша айтқанда жасаған болатынбыз. Төртінші бізде ол тактика. Тактиканы біз қолдана береміз. Жалпы қай жерден сату керек, қалай сату керек, қандай моментте сату керек деген сияқты. Жалпы сол жүйелерге, схемаларға жауап береді десек болады. Жалпы стратегияны бастау үшін міндетті түрде сіздерде оборотта ақша болу керек. Жоқ дегенде мүмкін қазіргі бір $500, $600, может быть $300, жоқ дегенде сондай бір ақшаңыз болу керек. Енді бір $1000 болса тіпті керемет. Сол ақшаны не істейсіз? Міндетті түрде осы 4 аккаунт ашасыздар. Сол 4 аккаунтқа сіздер бөлесіздер. Мысалға мен қысқаша түсінікті болу үшін $2000 деп алдым. Сіздерде егер общий ақшаларыңыз $2000 болатын болса, соны 4 аккаунтқа бөлесіз. Яғни әрбір аккаунтта не істейді? $500 тиеді екен. Енді сол $500 тигеннен кейін сіз общий сол қанша өзіңізде ақша бар еді 4 аккаунтта, сол ақшаны сіз 64-ке бөліп көресіз бірінші. 64-ке бөлген кезде, мысалы менің жағдайымда $31 шықты. Яғни сізде біреулеріңізде ертең алдағы уақытта $10,000 болуы мүмкін, біреулеріңізде $1000 болуы мүмкін. $1000-ды 64-ке бөлсеңіздер $16 шығады, $10,000-ды 64-ке бөлсеңіздер $156, $160 деген сияқты жалпы сондай шығады. Менің жағдайымда жалпы $31 деп шығып тұр екен. Значит, мен не істеймін? Осы $31 мен бастаймын, яғни позицияны. 4 аккаунтта да мен осы $31 мен бастауым керекпін. $31-ды білесіздер, $31 мен қалтамнан шығатын ақша ол $31, бірақ мен 25 плечоны қолданғандықтан алдыңғы сабақтарда айтып өткен болатынбыз, яғни 25 есеге мен істеуім керекпін, көбейтуім керекпін. Сонда Binance берген ақшамен мен $775 мен бастауым керекпін. Каждый аккаунтта мен бастаған кезде $775 мен бастаймын. Түсінікті ғой, дәл осылай басталады. Дәл осындай сіздер лонг және шорт деп ашасыздар. Мысалға биткоин бағасы 95,000 болатын болса, бір жерден уже хеджированиемен бастай берсеңіздер болады. Бір жағына лонг, бір аккаунтқа лонг, бір аккаунтқа шорт, 95,000-нан кірдіңіздер. Енді елестетіп көріңіздер, баға мысалға мынау цена маркировка не екенін білесіздер. Дәл қазіргі баға 95,300-ге көтеріледі, уже не істеді? 10% пайда берді. Енді мына жерде 20x-пен көрсетілген, 25x-пен де осылайынан болады. Енді қараңыздар, жалпы осындай 300-400 көтерілген кезде бізде уже 10%-те уже пайда бола берді. Мына жақта минус болуы мүмкін, ол ештен кетпейді. Бізде
минус болса да не істейді, ол просто так минус болып көрсете береді. Мына маржадағы салған ақша ол өзіңіздің ақшаңыз. Мысалы мен $100 бастасам, сол $100 көрсете береді. Мысалы мен $10 минус болсам, мына жер $90 көрсету керек еді. Жоқ, ондай мүлдем көрсетпейді. Неге? Өйткені біз мынаны жауып тастаған жоқпыз. Пока уақытша мынау $10 минус деген сияқты көрсетіп тұра береді. Мынау мысалға $10 плюс, осыны жауып алып, например, бірақ бұндай кезде біз жаппаймыз стратегия бойынша. Негізі жауып алсаңыздар осы лонг жақты, шорт жақты не істейсіздер, күтесіздер. Күткен кезде ол қайтып төмен түсіп пайдасын берсе керемет, яғни ол жақтан спокойно пайда көре бересіздер. Ал егер баға жоғары көтеріліп, шорт жақ егер минусқа кетіп қалатын болса, онда ликвидацияны қорғайтын не бізде? Страховка, Сол страховка жайлы қазір мен сіздерге практика жүзінде жасап көрсететін боламын. Қалай осы ликвидацияны істемеуге болдырмауға болады, Жалпы мына жерде көрсетіп өткендей, бізде негізі бастапқы хеджирование, усреднение, догон секілді инструменттерді қолданамыз. Соларға осы схемаларды, есептерді жалпы қосымша өзіміздің алгоритмімізді қолданамыз. Соның арқасында біз былайша айтқанда почти 99% минусқа кетпейміз. Ал егер біз соған секрет нені қолданатын болсақ, секрет фишканы, оны енді ешкім білмейді, бірақ оны қолданатын болсақ, біз почти 100% ешқандай да минусқа кетпейді екенбіз. Мен сіздерге қазір көрсетіп өтейін. Жалпы осы секрет фишканың арқасында мен осы жылы $500, енді бұл секрет тек қана осы фишка емес, әрине басқа да фишкалар бар, общий. Солардың арқасында бізде жаңа бір стратегияның арқасында жеке өзім $500-дан $1 миллион табамын деп челлендж өзіме жасап жатырмын. Алла бұйыртса, осы $1 миллион бір жыл ішінде табатын болсам, Инстаграмдағы оқырмандарыма $100,000 күнде бір $1,000-дан, күнде бір, может быть, 2 күнде бір $10,000 былай таратамын деп жалпы жоспарлап жатырмын. Сондықтан да мен Инстаграм парақшама тіркеліп алып, өздеріңіздің активностарыңызды көрсетіңіздер. Жалпы мен Инстаграмда осы соңғы 1 жыл бойы кімде активность көп, солардың барлықтарына жалпы мен 100 адамға, солардың ішінен, то есть 100 адамға, әр адамға $1000-дан бұйырса ойнататын болам. Сондықтан да мен Инстаграма тіркеліп алып, мен бақылап жүріңіздер. Мен жалпы осындай стратегиялардың арқасында өте мықты стратегия жасап, соның арқасында мен $500-дан $1 миллион жасайтын схема жасап шығардым. Әрине, бұл стратегияның өзімен де сіздер қолдарыңыздағы обороттағы ақшадан сіз 30, 40, 50, 60% табыс таба аласыздар. Бұның өзі жаман емес. Бұны мен сіздерге былайша айтқанда тегін беріп жатырмын. Жақсы, онда мен сіздерге көп созбай практика жүзінде көрсетейін. Так, қараңыздар, фьючерстің ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін біз бірінші рыночныймен сатып аламыз. Ақшаларыңызды айтқан болатын 4-ке бөлесіздер, бірақ общий ақшаларыңызды 64-ке бөлесіздер деп. Мен енді примерно сіздерге қазір $20 бастап көрсетейін, 500 деп жазам. $20, мысалға $20 көбейтемін 25-ке, ол 500 болады. $500 бастап көрсетейін сіздерге. Открытый лонг деймін. Дәл осындай менің позициям ашылады, Позициям ашылады, түсінікті. Баға көтеріле берсе, ол пайда бола береді, ал егер түсетін болса, не болады, Позиция жайлы жалпы сабақта түсіндірген болатынмын сіздерге, қалай болады, қалай қолданамыз деген сияқты, Жалпы міне маржада көріп тұрсаңыздар, $19.90 мен өз қалтамнан шыққан ақша ашылды, Размері өзді сол тұр. Енді біз ликвидация болдырмауымыз керек. Ликвидация бізде 79.110 деп тұрып көрсетіп тұр, Яғни сол биткойн бағасы 79.110-ға баратын болса, онда біз не істейміз? Ликвидацияға кетіп қаламыз. Енді біздің мақсат, ең бірінші мақсат 79.110-ға апармау керек. Енді біз оны лимитныйға қоямыз. И осы жерге лимитныйға қойғаннан кейін біз не істейміз? Жазамыз. Осы 79.110-ға 50 деген сан қосамыз. Сонда бізде сан шығады 79.160 деген сан шығады, Яғни 110-ға 50-ді қостық, 160 деген сан шықты. Біз позицияны $500 мен аштық, Binance берген ақшамен. Әрине, біз бұл жерде де $500 деп жазатын боламыз.
Все, открыть long дейміз. Открыть long деген кезде, так, мен дұрыс істемедім ғой, кешірім сұраймын. Так, 79.160 жазамыз. Және де мына жерге 500 деп жазамыз, өйткені біз позицияны $500 аштық, Binance берген ақшамен, тағы да открыть long. Открыть long деген кезде асты жағына түсетін болсақ, открыть ордера деген жерде, міне 79.160-та бізде ценасы, яғни бір биткоиннің құны 79.160 кезінде сатып аламын деп қойдым. Қанша сумаға? $500, 500 Binance берген ақшамен. Енді мына жерде менде 470 деп көрсетіп тұр, 75 деп. Бұл ештен кетпейді. Бұл өзі азайтып көрсетеді солай. Ол ничего страшного, ол қатты маңызды емес. Енді дәл осылай страховка жасаймыз. Яғни биткоин бағасы 79.110-ға жетпей жатып, 79.160-ға келген кезде не істейді? Бізде тағы да $500 сатып алады. Сол $500 сатып алған кезде бізде міндетті түрде мына 79.000-да тұрған ликвидация ол өзгеріп кетеді. Каждый не істеген кезде ол 1000-ға өзгеріп отырады. Яғни примерно қазір 79 болса, ол 77.500-ге, яғни өзгеріп кетеді. Одан кейін екінші страховка қорғайды, үшінші, төртінші деген сияқты жалпы қорғайды. Енді ол страховкаларды именно қай жерден ашу керек екенін білу үшін біз не істейміз? Бізде Excel формат бар. Осы Excel форматта бізде long және short деген бөлімдері бар. Long дегенге жазамыз осы жерге. Міне. Менде алдында сабақтың басында айтқан болатым, жалпы iPhone болатын болса, Numbers деген приложение бар, ал Android басқа да телефондар болатын болса, онда Excel-ді тартып аласыздар. Excel деген приложение бар, жалпы. Енді осы жерге біз не істейміз? Вход деп тұр, цена входадағы ақшаны жазамыз, цена входада 82.110 деп көрсетіп тұр. 82.110 деп жазамыз осы жерге. Так, мына жерге дұрыс жазылмады. Так, 82.110 деген жазамыз. Одан кейін астына ликвид деп тұр, цена ликвидацияны жазамыз осы жерге. 79.110. 79.110. Біздің ликвидациямыз, 79.110 деп жазамыз. Сол кезде бізде болады, міне, қарасаңыздар, міне. Бірінші страховка дейді 79.160. Көрдіңіз бе? Бірінші страховканы бізге уже автомат түрде шығарып берді, бірақ біз оны уже 50 деген сан қосып, біз жасап шығарып қойдық, Енді қараңыздар, 2, 3, 4, 5, 6 страховка жасап қойған мына жерге. Біз 6-ын қолданбаймыз, бірақ 4-ін ғана қолдансақ жеткілікті. Пока что 4-ін қолданады екенбіз. Енді осыны рет-ретмен қойып шығамыз. Міне, 77.730 деп тұр, 77.730. Осыны не істейміз? Енді цена USDT деген жерге биткоиннің бағасы 77.730 бет. Так. 730. 730-ға жеткен кезде сатып ал дейміз. Бірақ қанша сумаға? Біз уже 2 есеге көбейтеміз. Позицияны $500 аштық. Бірінші страховкада міндетті түрде $500 ашылады. Позиция қанша ақшамен ашылады? Бірінші страховкада міндетті түрде сонымен ашылады. Бірақ екінші страховкадан бастап 2 есеге көбейтіліп отырады. Так, енді қараңыздар. Мына жерде 730 деп жаздық ба? Енді бұл жерге біз 1000 деп жазамыз, яғни $500 аштық, енді біз 1000-мен ашады екенбіз. Купить long дейміз мысалға. Все, аштық. Екінші страховка бізде қойылды. Енді үшінші страховка 76.300 деп тұр, 76.300 жазамыз осылайынан. 76.300. И астына сумма 2000 деп жазамыз уже. Binance беретін ақшамен 2000. Общий. 2 есеге көбейтіп кете береміз былайшылығында. Все, открыть long. И енді қараңыздар. 74.860. Төртінші страховка, 74.860. 870. Так, осы жерге цена USDT деген жерге жазамыз. 74.870 жаздық. И астына біз 4000, жаңа 2000-ға сатып алған болатынбыз. Енді 4000. 2 есеге көбейтіп кете береміз. Открыть long деп басамыз. Қазір біз не істедік?
бір позиция аштық и және де біз не істедік, 4 страховка аштық. Сіздер бағана ақшаларыңызды 4-ке бөлген болатынсыздар. Мысалға $2000 болдымызда, әр аккаунтта сіздерде $500 тұр. Сол $500 бастаған кезде бір позиция дәл осындай 4 страховкаға жеткілікті болады. Және де бұны тек қана осы 4 страховкамен шектелмейді, ары қарай да қоюға болады. Оны қоюдың өзінің жолдары бар. Оны біз келесі сабақта айтатын боламыз, келесі сабақтарда. Жалпы қараңыздар, енді елестетіңіздер. Біз жалпы 5 және де 6 страховкаға дейін қоя аламыз, десе де 5 страховканың өзі жеткілікті. 6-ау бізге мүлдем қажет емес, 5-еу бізге жеткілікті болады. Оны не үшін екенде біз айтып көрсететін боламыз. 73440-та бізде 5-ші страховка ашылады, бірақ ол 5-ші страховканың ашылған жерін ғана айтамыз, ал бітетін жері уже 72110. Яғни біз не түсінуге болады бұл жерде? 72110-да бізде не істейді деген сөз? Ликвидация полный, ақшамыз ликвидация болады деген сөз. Түсінікті ғой, Міне, біз получается цена входаға қарайтын болсақ, 82.000-да біз кіріп бастадық, 82.000-да. Бірақ біздің ликвидациямыз 72.000-да, общий ликвидациямыз 72.000-да болады. Бірақ 72.000-ға баратын болса, бүкіл ақшамыз жоқ болып кетеді. Бірақ ол бармайды. Барады, бірақ қандай жағдайда барады, Бізде бұл жерде цена входа міндетті түрде жақындап отырады. Мысалға, қазір бірінші страховка ашылатын болса, онда біздің цена входамыз 80.000-ға келеді. Яғни бізде 82.000-нан жоғары кетсе пайда емес, уже 80.000-нан жоғары кетсе бізге не болады? Пайда болады екен. Ал егер екінші страховка тесілетін болса, онда бізде уже 78.000-нан жоғары көтерілсе пайда. Үшінші тесілетін болса, то же самое 76.500-ден жоғары деген сияқты сөйтіп бізде не істейді? Жалғасып кете береді. Мына жерде қазір қысқаша түсіндіріп кетейін. Биткоин бағасы 1-ден 82.000-ға никак бармайды. Не үшін? Қарасаңыздар, міне қазір мен сіздерге 4 сағаттыққа былай қойып көрсетейін. Мысалға, қарасаңыздар, баға түсіп жатыр, одан кейін қайтып көтеріліп жатыр, кез келген жерде баға түседі, көтеріледі, түседі, көтеріледі. Мысалға 82.000-нан 72.000-ға бару үшін примерно ол мысалға 76.000-ға түсуі мүмкін, бірақ 78.000-ға көтеріліп, одан кейін 74.000, 72.000-ға баруы мүмкін. Бірақ біз сол 76.000-ға келіп, 78.000-ға барған кезде уже біз пайдаға не істейміз? Шығып кетеді екенбіз. Яғни біздің алгоритміміз сондай. Оның алгоритмі жайлы мен келесі сабақтарда нақты графикке қарап, көрсетіп, оны дәлелдеп беретін боламын. Жалпы мына жақта өте қатты құлаған жерлер бар, өте қатты көтерілген жерлер бар. Сол бойынша мен сіздерге бұл нені көрсетіп беретін боламын. Қаншалықты жұмыс жасап тұрған, жалпы. Дәл осындай біз өзіміздің схемамыз бойынша бұл жерлерде біз жұмыс жасаймыз. Негізі жалпы бізде схема бойынша негізі біз 60.000 деңгейлерінде 20x-пен жасауымыз керек, ал 90.000 деңгейлерінде, 100.000 деңгейінде міндетті түрде 25x-пен жасауымыз керек екен. 25x-пен міндетті түрде жасауымыз керек. Соны ұмытпауымыз керек. Бұны графикке қарап көрсеңіздер болады. Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір дәл осындай жалпы схеманы көрсетіп. Бұл жерде басқа артық ештеңе істемейсіздер. Мына жерде қарап отырасыздар. Енді, например, бұл жерде тыйық қоя саласыздар. TPL-ға кіресіздер, например, 82-де ашсаңыздар, мысалы 84.000-ға қойсаңыз, 84.000-ға емес, 83.000-ға қоя саласыз, мысалы. 1000-ға көтерілу ол дым емес, былай айтқанда. 83.500-ге қойсақ болады, мысалға. $8, мысалға $20-дан $8, уже ол 40% деген сөз, бастапқы ақшадан 40% пайда деген сияқты. Яғни 1000-ға көтерілетін болса, бізге уже 40% почти не істейді, пайда алып келеді екен. Жалпы осы 83.500-ге барса, бұл автомат түрде жабылып қалады. Мүмкін сіз ол уақытта түнде ұйықтап жатқан болуыңыз мүмкін. Түсінікті ме? Сол кезде де сізде не болуы мүмкін? Осы аккаунт жабылып, пайдамен жабылып қалуы мүмкін, Немесе астыға түссе, страховка пока что сізді қорғап кете беретін болады. Түсінікті ғой, жалпы биткоиннің біз алгоритмін біліп алғанбыз, қалай қозғалады, қандай жағдайда қозғалады деген сияқты, соған сай біз осы стратегияны қолданамыз. Жалпы мен сіздерге қазір стратегияны қалай ашу керек екенін көрсеттім, Просто позиция ашасыздар, артынан страховка қойып шығасыздар, болды, басқа ештеңе істемейсіздер.
Одан кейін жабылғаннан кейін, егер осы позицияларыңыз міне закрыть, подтвердить деп жапсаңыздар, мысалы мен қазір жауап көрсете салайын, и мына жақта ордерлер ашық қалып кеткен болуы мүмкін. Сол кезде отменить все дегенді басып, ордерлердің барлығын отменить етіп тастайсыздар. Яғни жаңадан келесі позицияны бастаған кезде міндетті түрде әр позицияның өзінің несі болады, страховкалары болады екен. Түсінікті ғой? Мен қазір лонг аштым. Лонг және де шортты негізі бір жерден аша бересіздер. Лонг және шорт. Бір жағынан пайда, бір жағынан пока что минус, бірақ оны не істейді? Страховка қорғап кете береді. Бағана көрсетіп отқандай. Енді қараңыздар, мен осы жерде енді келесі аккаунтым, мен қазір басқа аккаунттарым қазір уақытша бос емес, сондықтан мен осы аккаунттан сіздерге шортты да ашып көрсететін болам. Так, рыночныйға қоямыз. Қайтадан $500 деп жазайын. Мен $20 бастағым келеді. Открыть шорт деп басам. Подтвердить. И все, менде ашылды, позиция ашылды. Шортта қалай жұмыс жасайды, Шортта біз страховканы қалай қосамыз? Бұл жақта қарасаңыздар, міне 81.900-дан мен шорт аштым қазір. Яғни баға түскен сайын маған не болады? Пайда бола береді, Ал егер көтерілген сайын минус болады, менде 84.818-ге барса, мен уже минус болып қалам, Соған жеткізбей, мен не істеуім керекпін? Бұл жақта стратегияны қолдану керекпін. Яғни страховканы қойым керекпін. Біз бағана лонг жақта біз плюс 50 деген сан қосқан болатымыз, ал мына жақта біз минус 10 деген санды алып тастаймыз. Неге? Өйткені біз 84.818-ге жеткізбей жатып, 84.800 дей салайық. Сол 800-де біз не істеуіміз керек? Уже ликвидация болмай жатып, страховкамен қорғап қалуымыз керек. Практика жүзінде жасап көре берейік. Лимитқа қойып, так, лимитқа қоямыз. Сосын, так, мен $200 мен ашып жіберіппін. Нан пока что мен бұлай ашам деген жоғым. Жаба салайын енді. Так, подтвердить. Қайтадан аша салам. 500. Все. Открыть long. Так, лимитпен ашылып кетті менде. Лимитпен ашылса, сіздерде осындай ордер болып тұрып қала салады. Оны тез ашу үшін рыночныймен ашамыз деп айттым, 500-ге жазамыз. Открыть, подтвердить. И ашылды. Енді мен оны лимитныйға қоямын да, ордермен ашатын болам, Так, енді қараңыздар, мен 84.900 деп тұр. 84.905-тен минус 10 деген санды алып тастаймыз. Сонда бізде 84.895 деген сан шығады, 895. Осы жерде мен 500 деп жазасам. Все. Яғни біз позицияны 500-бен ашсық, міндетті түрде бірінші страховканы да 500-бен ашамыз, шортты да бірдей. Все, открыть деп ашамыз. Елестетіңіздер, бағана жерде лонгты да келесі аккаунтқа кіріп шортты ашып жатсыздар деп елестетіңіздер. Түсінікті ғой, дәл осындай қоя саласыздар, и одан кейін бағанағыдай Excel форматқа кірсеңіздер болады. Енді қараңыздар, міне лонг деген бөлім бар, шорт деген бөлімге кіресіздер да, осы жерге жазасыздар. Осы жерге былайынан жазасыздар. Так, мына жерде 82.005, так, 82.005, цена входасы, цена ликвидациясын жазасыздар, 84.905 деп тұр. 84.905 деп тұр. Енді просто мына жерде басамыз. Енді қараңыздар. Міне бірінші страховка 84.895 деп шығып тұр, жаңа қойғанымыз, ол міне тұр. Открыть ордерға кіретін болсақ, міне тұр, Енді астында 86.336 деп тұр, Тура солай бағанағыдай барамыз. Так, 86.000 уже жоғарға кете береді, 335. Одан кейін біз жаңа $500 мен аштық, енді $1000 мен ашамыз. Открыть long. Енді 87.775. 87.775. Так, $2000 мен открыть short дейміз. Шортта тек қана short деген кнопканы басасыздар. Түсінікті ғой, Одан кейін 89.215 деп тұр. Так. 89.215, Соны бетемізді мына жерге 4000 уже. Дәл осылай басасыздар, сіздер
резко ашқан кезде осындай 4 страховкаға дейін басында аша аласыздар, иә. Сол бас жағын қазір көрсетіп жатырмын. Дәл осындай ашасыздар и страховканы қолданып спокойно отыра бересіздер. Сіздерге лонг пока что немесе шорт. Ол обязательно біреу сіз қаласаңыз да и қаламасаңыз да біреу пайда береді пока что. Екіншін пока что не істейсіздер, страховкамен қорғап пока что жұмыстарды жасай бересіздер. Дәл осындай позицияларды ашасыздар. Бұл жерде артық қиын ештеңке жоқ. Мына Excel форматқа саласыздар да істей бересіздер. Енді бұл Excel форматты мен сіздерге прямой қазір мына жерге ешқандай бере алмайды екенмін. Сондықтан да менің Instagram парақшама өтіп, осы Excel формат деп сұрасаңыздар, мен сіздерге бұл Excel форматты беретін боламын. Ары қарай спокойно қолданып кете бере аласыздар. Яғни есептеп кете бересіздер. Келесі сабақтарда бұйырса мен сіздерге қалай жалпы графикпен көрсететін боламын. Қатты өскен кезде, қатты түскен кезде қалай қолданады деген сияқты, то есть қандай ситуациялар болады деген сияқты, сол жайлы көрсететін боламын. Және де қолмен есептеу, біз мына есептерді не үшін жасадық, қолмен соның барлығын есептеп көрсететін боламын. Яғни қолмен Excel формат болмай істемей қалған күннің өзінде де қолмен қалай есептеуге болады, осының каждый соны есептеп көрсететін боламын. Лонгқа және шортқа арнап шығаратын болам. Сол сабақтарды көріп, дәл осы схеманы қолдансаңыздар болады. Осы схеманың арқасында мен сіздерге айтам, 100% ақша тауып отыратын боласыздар. Және де мен айтып өткен болатынмын, секрет фишка бар деп, ол секрет фишка мына жердегі ликвидацияны мүлдем жоқ қылып жібереді, нөл қылады. Прям биткоиннің бағасы 80-72 емес, жаңағыдай $1 түсіп қалса да бізде не істейді? Бәрібір позициямыз ашық болып, позициямыз жабылмай тұра береді. Біздің сондай секретный фишкамыз бар. Оны қолдансаңыздар, мен сіздерге айтам, мүлдем уайымсыз жасауға болады, то есть уайымсыз, спокойно жасауға болады. Неге? Өйткені мына 4 страховка мен 5 страховка, жалпы 6 страховка қойып қолданасыздар. Қолданған кезде бұл жерде де енді қатты қозғалыс болған кезде 4 страховканы кесіп, прям соңғы страховкада бүйтіп уайымдап отыратын кезіміз бар. Бірақ ол алгоритм болғаннан кейін, ол міндетті түрде, ол до конца сіздер ұстануларыңыз керек, ешқандай эмоцияға берілмей, сол кезде бәрібір сіздерге пайдаға шығарып береді. Бірақ адамның ішінде іштей қатты уайым болады. Анда кейде соғыстың моменттерде, қатты бір соғыс, басқа да бір дүниелер басталып кеткен кезде өте қатты қозғалыстар болып кетеді. Әйтпесе жай күндері жақсы, бұл стратегия өте жақсы жұмыс жасайды, өте жақсы былайша айтқанда табыстарын беріп отырады. Түсінікті ғой, жалпы бұл секрет фишканы алатын болсаңыздар, ол жерде мүлдем былайша айтқанда 100% уайымдамай да отырып, еркін отырып, 62 мыңға түсіп кете ма, 40 мыңға түсіп кете ма, енді олай түсе алмайды әрине, бірақ ондай түсіп кететін болса да, спокойно осы стратегиямен уайымсыз тек қана пайдаңызды алып отырып жұмыс істеуге болады. Бұл стратегиямен айына 30, 40, 60, 70%-ке дейін табуға болады. Жалпы өзіміз тапқанбыз, бірақ дәл осы стратегияны өзім қазір істемеймін. Бұдан да жақсырағын біз жасаймыз деп айтсам болады. Жалпы бұл стратегияны сіздерге былайша айтқанда сіздер табыс тапсын деген ниетпен қосымша беріп жатырмын. Бұл стратегияны өзімізде жасағанбыз кезінде қаншама рет қолданғанбыз, қаншама рет пайдасын көргенбіз. Жалпы бұдан да жақсы стратегияны біз қолданып жатырмыз. Жақсы, сау болыңыздар, көп сөйлемей ақ қояйын, келесі сабақта кездескенше.